Сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздерге кофенің пайдасы мен зияны жөнінде айтатын боламыз. Әлемдегі ең көп таралған есірткінің түрі кофеин. Ол кофенің құрамында да бар. Кофе сергітеді және жұмыс өнімділігін арттырады. Ол кофеиннің ағзаға әсер етуіне байланысты. Көптеген ғалымдар кофенің есте сақтау қабілетін арттырып, көңіл күйді көтеретінін айтады. Сонымен бірге, кофеин ағзадағы метаболизм процесін жылдамдатады. Мысалы, кофеин арық адамның бойындағы 29% майды ыдыратады екен, ал толық адамдарда 10%. Осы ыдыраған май жасушаларын ағза қосымша энергия көзі ретінде пайдаланады. Зерттеушілер жаттығудан кейін 2 шыны-ақ кофе ішуге кеңес береді. Олар өздері жасаған тәжірибеде жаттығудан келген адамдардың жартысына кофе ішкізген. Артынан бұлшық еттегі аурусынуларын 0 мен 10 балл арасында өлшеулерін сұраған кезде кофе ішкендердікі анағұрлым төмен болған. Кофе күйзелістен құтқарады. Кофеин ағзаның қозғалыс, есте сақтау және ойлау қабілеттеріне жауап беретін дофамин гормонын белсенді бөлдіреді. Бұл гормон рахаттану кезінде де көп бөлінеді екен. Сондықтан ғалымдар кофе күйзелістен құтылуға көмектеседі деп отыр. Олар тәжірибе нәтижесінде күніне 1 шыны-ақ кофе ішетін әйелдерде күйзеліске ұшырау дәрежесі 20%-ға төмен болатынын анықтады. Кофе бауыр, асқазан ауруларының алдын алады. Сингапур ғалымдары күн сайын 2 немесе одан да көп шыны-ақ кофе ішу бауырдың цифрозға қатерлі ісікке шалдығуының алдын алатынын айтады. Өтте тас жиналмайды. Сондай-ақ 489.706 адам қатысқан тағы бір зерттеуде күніге 4-5 шыны-ақ кофе ішетін адамдарының асқазанында қатерлі ісіктің пайда болуы қаупі 15%-ға төмендейтінін анықтаған. Кофе диабет, Альцгеймер мен Паркинсон ауруларынан құтқарады. 457.922 адам қатысқан 18 зерттеудің нәтижесінде әрбір шыны-ақ кофенің диабетке шалдығу қаупін 7%-ға төмендететіні дәлелденді. Себебі кофе глобулин гормонына әсер етеді. Ол өз кезегінде диабеттің дамуында айтарлықтай рөл ойнайтын тестостерон мен эстрогеннің қызметіне жауап береді. Ал Альцгеймер ауруы 65 жастан асқан адамдарда болады. Оның белгілері ұмытшақтық, ойлау қабілетінен айырылу. Бұл ауруға қарсы дәрі әлі шыққан жоқ, алайда алдын алуға болады. Ол үшін дұрыс тамақтанып, үнемі физикалық және рухани жаттығулар жасап, кофе ішіп тұру керек. Паркинсон ауруы да сондай. Кофе қан құрттан қорғайды. Үндістандағы стоматологиялық институт ғалымдары өздері жүргізген зерттеудің нәтижесінде осындай қорытындыға келген. Олар күніне 3 шыны-ақ қара кофе ішуге кеңес береді. Себебі сүт пен қаймақ оның пайдалы қасиеттерін жоғалтады екен. Кофенің зияны. Кофе көп ішкен жағдайда сергіту әсерімен бірге ұйқысыздыққа шалдықтырады. Себебі кофені ішкен соң ол 15 минуттан кейін ғана ағзаға әсер етіп, 6 сағатқа дейін белсенді болады. Егер ұйқыңыздың қанғанын қаласаңыз, түстен кейін немесе ұйықтар алдындағы 2-3 сағатта кофе ішпеңіз. Кофе дәріге әсер етеді. Егер қандай да бір дәрі қабылдап жүрсеңіз, дәрігерден оны кофемен бірге ішуге болмайтын туралы сұрап алыңыз. Себебі кофе дәрілік заттардың әсерін арттырып, немесе керісінше әсер етіп жіберуі мүмкін. Ана болу мүмкіндігін азайтады. Ренодағы Невада университетінің ғалымдары кофе ішетін әйелдердің жатыр түтігінің белсенділігі төмен болатынын анықтаған. Аналық жасуша жатырға осы түтіктер арқылы барады. Кофе тәтті құмарлыққа әкеледі. Кофе ішкен адамдар жеміс шырынын, газдалған немесе өзге де тәтті сусындарды ішуге құмартып тұрады екен. Бұл шешімді австралиялық ғалымдар шығарған. Олар тәжірибеге қатысушыларды 2 топқа бөліп, бір топқа бірнеше күн бойы кофе ішкізген. Екіншісі ештеңе қабылдамаған. Нәтижесінде бірінші топтағылар күніге 914 мг, ал екіншілері 273 мг ғана тәтті сусындар ішкені анықталды. Кофе түсік тастау үшін
түсік тастау қаупін арттырады. Огайо штатындағы ұлттық денсаулық институтының профессорлары 500 жұпқа зерттеу жасады. Олар күніне 2-3 шынаяқтан артық кофе ішкендерге түсік тастау қаупі жоғары болғандығын анықтады. Сондай-ақ жүктіліктің алғашқы 7 аптасында кофе ішу де зиян дейді ғалымдар. Кофе қан қысымын көтереді. Италия ғалымдары 18 пен 45 жас аралығындағы 1200 адамға зерттеу жасай келе, көп кофе ішетін адамдарда қан қысымы 4 есе жоғарылайтынын дәлелдеді. Ал 2 шынаяқ кофе ішетіндерде ол 3 есе жоғарылайды. Сіздермен бірге болған пайдалы ақпараттар каналы. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.